Тәңірі ассалаумағалейкум дейді. Уағалейкум ассалам. Достар, Тараз қаласынан бір оқырман сұранған Toyota 70. Братан, короче, вывозит на машина 70 американец. Фара 75 американец. Бұл, короче, обязательно адаптер керек па или без адаптера жалғана ма? Бұларда анандай не жоқ еді ме, машина оталған кезде автоматтан дыхлоға сигнал келеді деген тема жоқ еді ме? Мынаны отдельно жағамай жатыр, короче, қатты жанатын положениесі бар мынаны и жай жанатын положениесі бар да. Сол қатты жанатын оталған кезде келіп істей алмай жатыр да, соның ше. Қалған бәрі істеп тұр, именно сол істемей жатыр ғой. Енді мен жазып отырмын. Қате өшіресің эмулятор арқылы. Достар, қате өшіру ол NE 555 генерирующий широкий импульсный модуль деген болады. Шим. Алматыда толы, көп сатылады. Және не деп отырмын? Сол духо питание отдельно релемен ба или как дейді, мен түсіндіріп отырмын. Отдельно духо жағуға болады. Видеомды тастадым. Toyota 75-ні фар салынған. 125 комментариясы бар. Соны тастағам, қалай істегенім, қалай жөндедім. Яғни, достар, істеуге болады кез келген нәрсені. Американецтерде бізде шим арқылы істейді, европейцтерде бізде декодер арқылы істейді. Декодер. Яғни, бұл жігіт Таразда болғаннан кейін алыста болып тұр. Эмулятор бар ма дейді. Эмулятор жоқ мендеден. Фарға байланысты деп отырмын. Ито фар көру керек Китай. Бөлінеді оларда. 3-4 Китай бар фар. Біреулерде басқа нәрсе қойып, міне, Алматыда толы шим деп жаз дедім. Рахмет, братан, істеп көрем, болмаса сізге жіберем дейді. Шим сигнал. Общий істеп берсеңіз дейді, міне. Адресіңізді айтыңыз, Toyota 70 барады дейді. Мен қазір занят бүгін ертең дедім. NE 555 шим қойсай болды, сигнальный өшет деп отырмын. NE 555 шим не үшін қойылады, достар? NE шим 555 ол бізде hide and like. Обратитесь к дилеру, LED фараңыз істемей тұр деген қатені өшіреді, яғни. Каспийда тұр, шим генератор деп жаз, LED ол сұрап жатыр, декодер деген нәрсе бар, соны салайын ба, сол ма деп сұрап жатыр. Сол шим таппай жатыр ғой, 555 деген шимді. Көбісін сұрап жатсам, андай билеттің несі бар ғой, обман. Билеттің обманкасын айтып жатыр дейді. Билеттің обманкасы ол только европейские келеді, достар. Обманкасы. Сондай беріп жатыр да. Декодер деген ол европейские ғана келеді. Или сол болды, братан, қазір. Декодер басқа ол деп айтын. Декодер европейские ғана келеді. Просто ол Чимкентке бара салам деп тұр да, сол Чимкентке. Болмаса Чимкентке келіп істетем деп отыр, көріне ма? Мен қайда ол деп отырмын да? Ол Таразда деп отыр. Білмеймін, асыл. Не, қарап қойып отыр да. Білмеймін, асыл, Toyota-лашы. Toyota түсінбеймін дейді бұл жігіт. Негізі электрик қой. Таразда ғой, просто Алматыда, Чимкентте жұмыс істейді. Таразда дейді, міне. Бұл жігіт мен тек қана BMW істеймін деп отыр Таразда. Мен айтып отырмын, BMW Toyotадан да қиын ғой негізі деп отырмын да. Сөйтіп міне ассалаумағалейкум дейді. Ассалаумағалейкум, қалайсың, братан? Анау шим контроллері келді да, соның подключениесін сұрашты де. Міне мынаның подключениесін сұрап отыр, достар. Плюс-минус ортасы сигнальный. Плюс-минус сигнальный. Болды. Жазылып тұр. GND бізде масса. GND масса. VSS бізде плюс. Яғни жазу жоқ, ортасы бізде сигнальный болады. Немесе CGL деп жазылып тұрады. Сигнальныйды фардың блокқа, комфортқа, BCM-ге кететін жағын жалғаймыз сигнальныйдың. Плюс-минус фарда бар или немесе басқа жерден де алсаңдар болады. Сигнальный проводын таппай жатыр ма, сигнальный проводын қақтауыз? Жазылып тұр ғой деп отырмын. Плюс-минус и сигнал жазылып тұр ғой деп отырмын. Міне енді қараңдар. Бұл жігіт жалғап бітірді. Ол таптым, братан, жауап қойдым, рахмет, адуши. Рахмет, адуши дейді. Міне істеп қойды фарды. Датчик света. Маңдайыз өші көріп, ближний. Мына жағын қойып қатты. Қазір күндіз қылды, фар өшті и духо қосылды. Поворот жақсы. Поворот қосқанда өшу керек. Завод бойынша. Міне өшті. Поворот өшіреді, жам қалу керек духо. Құлтташ енді. Полный өшірді. Құлттайсаш, замок жауып. Арты өшті ма? Құлтташ.
Енді бұл жігіттің сұрап жатқаны Братан, тағы бір вопрос айтып жіберші маған, өтініш. Короче, бәрін жалғадым, бәрі четкий, машина өшіп тұрады, бәрі четкий, короче ше. Анау ортасындағы дыхосы тамақ ташқанда жанады, бәрі істеп тұр, четко. Именно бірақ оталдырасың машинаны, оталдырған кезде дыхо өшу керек қой, датчик света жарыққа шыққан кезде ше. жоқ өшпеу керек. Дыхо өшпейді, анау линзаны. Дыхо өшпей жатыр дейді, көрдіңдер ма? Линза өшеді дейді да, а дыхо өшпейді дейді. Достар, дыхо деген нәрсе ол күндіз жанып жүретін нәрсе. Яғни күндіз мына ішіндегісі қатты үшеу жанып тұрған, өшпейді. Міне қазір айтады, линза өшеді дейді. Дыхо деген ол өшпейді, достар. Дыхо күндіз жанып жүреді. Дыхо тек қана түнде өшеді. Линза өшіп қалады, дыхо жанып тұрады. Көрдің ма? Линза деген мына ближнийді айтып жатыр. Ближний өшіп қалады, дыхо өшпейді дейді. Дұрыс, ол күндіз өшпейді, міне мен жазып жатырмын. Дыхо өшпейді, дұрыс қой, күндіз қосылып жүреді, кешке габарит ближний қосқанда өшеді дыхо, достар. Өшкен кезде мынау ақ полный өш қалмайды, сәл слабый болып өшеді, болды. Соны шатаспаңдар, дыхо күндіз далаға шыққанда жанып жүру керек от алған кезде. Және де фарды қосқан кезде, ближний немесе габарит қосқан кезде ғана өшеді дыхо. Түсіндік қой, ближний габарит қосылғанда дыхо өшеді, ближний габарит жанып тұрған өшкен кезде дыхо бізде өшпейді. Соны шатасып тұр ол. Не өшпейді дейді да дыхо, ол өшпейді, дұрыс достар. Күндіз от алып көшеге шыққанда дыхо всегда жанып жүреді камерада 70-75. Ал ближний қосып, бағанадай габарит қосқан кезде дыхо өшу керек, қатты жанатын мына. Міне қазір мысалы күндіз болды. Датчик света. Датчик света деп жатыр. Күндіз болды, қазір ближний өшеді да габаритпен дыхо қалу керек. Дыхо қалу керек. Өзі айтып тұр ғой, бірақ бұл қазір күндіз айдасаң да өшпей жатыр дейді. Күндіз өшпейді бұл, тек қана түнде өшеді мынау. Түнде фар қосқан кезде мынау слабый болады, болды. А так ол дыхо күндіз өшпей керек, достар. Болды міне. Біздің оқырман, достар, біздің оқырман, яғни WhatsApp арқылы көлігін істеп алды. Кез келген нәрсені істеуге болады. Кез келген нәрсені, достар, қолым бос кезде айтып беріп жатырмын. Бұдан да көп сабақтар бар, айтып жатқан. Енді оның бәрін сұрамаймын ғой, мынау 70-75 өте көп сұрайды. Қалай қосам фар, қате шығып жатыр, хайдинг лайк. Европейцтерге билет салған кезде өте қатты билет салсаңыздар, декодер күйіп кетіп жатыр. Сол себептен өзіне рассчитанный декодерге рассчитанный билет салу керек. Средний қатты жанбайтын там декодерді жақсысын алу керек деген сияқты. Европейцтерде коншина арқылы істейді. Декодер орнатылады фарға. Американецтерде шим арқылы істейді, широкоимпульсный модуль. Яғни бағанағыдай Каспийда сатылып жатқандай сондай эмулятор алып, сондай NE 555 генерирующий. Сондайды табу арқылы герц қатесін өшіресіздер. Таблодағы хайдинг обратитесь дилеру деген қате сол арқылы өшеді. Дыхо күндіз жанып тұрады, қайтадан айтамын. Габарит қосқан кезде сәл слабый болады дыхо, поворот қосқанда өшеді ол. Поворот өшкен кезде қайттан жанып қалады. Күндіз сіз көшеге шығып айдап жүрген кезде, от алып жүргенде ол қатты жанып тұрады. Яғни габарит қосқанда ол слабый болады, и және жанындағы линза қосылады билет. Таблода қате шықпау керек, хайдинг лайк деген. Болды. Бар қатесі сол. 70-тің 75-тің фарын китайский фарлар салған кезде сондай қателер шығады. И то ол фарға байланысты, қай Китай, қандай фар. Осымен болып достар, келген сұраққа солай жауап беріп, Тараздың жігіті солай жасап алды.